Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен медицина ғылымдарының кандидаты, денсаулық сақтауды ұйымдастыру саласындағы сарапшымын. Бүгін біз сіздердің күнделікті жұмыстарыңыздың ең негізгі іргетасын, медициналық санитариялық алғашқы көмек көрсету қағидаларын талдаймыз. Бұл қағидалар Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 24 тамыздағы қырындысының 90 бұйрығымен бекітілген. Бұйрыққа содан бері бірнеше өзгеріс енгізілді. 2024 жылғы 27 наурыздағы 10 бұйрықпен негізгі терминдер жаңартылды. 2025 жылғы 18 желтоқсандағы 166 бұйрықпен паллиативтік көмек бөлімі жаңа редакцияда жазылды. Алдағы уақытта сіздер мынаны үйренесіздер. МСАК-тың 3 қаржыландыру арнасы ТНК, МЭМС, ерікті және жүктелген сақтандыру. Көмектің 3 нысаны шұғыл, кезек күттірмейтін, жоспарлы. Учаске нормалары, оның ішінде маңызды цифрлар. Патронаж, белсенді бару, үйге шақыру арасындағы айырмашылық. Мемлекеттік 4 қызмет, жазылу, үйге шақыру, анықтама және бекіту. Және 90 бұйрықтың 37 бұйрықпен мамандандырылған көмек қағидалармен қалай байланысатынын көреміз. Әрбір ережені нақты клиникалық жағдайлармен, мерзімдермен, есепке алу формалармен сүйемелдеп көрсетеміз. Бастайық. Алдымен ең негізгі ұғым. Кодекстің бабына және 90 бұйрықтың 2 тармағының 9 тармақшасына сәйкес. Медициналық санитариялық алғашқы көмек, қысқартылып МСАК бұл адам, отбасы және қоғам деңгейінде көрсетілетін. Аурулардың профилактикасын, диагностикасын және емдеуді қамтитын, халықтың мұқтажына бағдарланған медициналық көмекке алғашқы қол жеткізу орны. Назар аударыңыз, алғашқы қол жеткізу орны деген сөздер кездейсоқ жазылмаған. МСАК бұл халықтың денсаулық сақтау жүйесімен бірінші байланысатын нүктесі. Сіздерсіз жүйенің барлық жоғары деңгейлері, бейінді мамандар, стационарлар, ұлттық орталықтар жұмыс істей алмайды. МСАК ұйымы 6 тармақ бойынша мынадай мамандар арқылы жұмыс істейді. Жалпы практика дәрігерлері, учаскелік терапевтер, педиатрлар, фельдшерлер, акушерлер, кеңейтілген практика мейіргерлері, учаскелік мейіргерлер, әлеуметтік жұмыскерлер, денсаулық сақтау саласындағы психологтар. Команда үлкен, бірақ оның жұмысын біріктіру дәл сіздердің қолыңызда. 3 тармақ. МСАК ұйымы халыққа медициналық көмекті 4 арна бойынша көрсетеді. Бірінші арна ТНК. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі. Екінші арна МЭМС. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі. Жарналар есебінен қаржыландырылатын қызметтер кешені. Үшінші арна ерікті медициналық сақтандыру. Сақтандыру қызметі туралы заңға сәйкес пациент өз қалауы бойынша алатын сақтандыру. Төртінші арна жүктелген медициналық сақтандыру немесе жұмыс. 2024 жылы енгізілген, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға арналған. 8 тармақ. Учаске нормалары бір жалпы практика дәрігеріне 1700 адамға дейін, бір учаскелік терапевтке 2200 адамға дейін. Бір учаскелік педиатрге 0-ден 6 жасқа дейінгі 500 балаға дейін, немесе 7 жастан 18 жасқа дейінгі 900 балаға дейін. Маңыздысы, бұл нормалар ауылдық медициналық ұйымдарға қолданылмайды, онда географиялық принципке сүйенеді. 9 тармақ. МСАК 3 нысанда көрсетіледі. Бірінші шұғыл нысан. Өмірге қауіп төнгенде бекітілу фактісіне байланыссыз көрсетіледі. Екінші кезек күттірмейтін нысан. Өмірге анық қатер төндірмейтін, бірақ тез көмекті қажет ететін жағдайлар. Жоғары қызба немесе қысым. Үшінші жоспарлы нысан. Профилактикалық тексерулер, динамикалық байқау және скринингтер. Бастапқы шешім әрқашан сізде, МСАК-та қабылданады. 12 тармақ МСАК-тың 3 деңгейлі қызметтер құрылымы. Бірінші деңгей дәрігерге дейінгі медициналық көмек. Бір қосымшада. Бұл фельдшер, акушер, мейіргер көрсететін көмек. Дәрігердің қатысуын талап етпейтін жағдайлар. Мысалы, дәрігерге дейінгі сүзгі кабинетте қарап тексеру, инъекция, экспресс-тесттер арқылы холестерин, глюкоза анықтау. Екінші деңгей білікті медициналық көмек. 2 қосымшада. Бұл жалпы практика дәрігері немесе терапевт көрсететін көмек. Қабылдау, сауықтыру жоспарын құру және функциялық диагностика, 12 жалғамдық эко, спирография, пульсоксиметрия.
Үшінші деңгей медициналық әлеуметтік көмек. Үш қосымшада әлеуметтік қызметкер мен психолог көрсетеді. Психологтың қабылдауы, бала суицидінің профилактикасы, жасөспірімдік бейімделу мәселелері бойынша кеңес. Бұл үш деңгей бір команда. Әр пациент бойынша мамандар бір ақпараттық жүйеде жұмыс істеуі тиіс. 14 тарма. Пациент мысаққа алғаш жүгінгенде тіркеу орнында 052 нысаны бойынша амбулаториялық карта ресімделеді. Құжат электрондық форматта медициналық ақпараттық жүйеде, яғни МАЖда жүргізіледі. Мысақ құжаттың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. 16 тарма. Пациент жіті аурумен жүгінсе, мейіргер оны дәрігерге дейінгі кабинетке сүзгіге жібереді. Бірінші сценарий дәрігерге дейінгі көмек жеткілікті. Мейіргер шараны жүргізеді, пациент үйге қайтады. Екінші білікті көмек қажет. Мейіргер кезекші немесе учаскелік дәрігерді шақырады. Үшінші, егер шұғыл жағдай, мысалы миокард инфарктісі күдігі анықталса, мейіргер жедел жәрдем шақырып стационарға жібереді. 1 секундта отырмайды. Бірінші патронаж. 20 тарма. 5 жасқа дейінгі балаларға, жүкті және босанған әйелдерге, паллиативтік пациенттерге жүргізіледі. Жүкті әйелге 12 мен 32 апта аралығында 2 рет, ал бала туылған соң 5 жасқа дейін 9 рет патронаж жасалады. Екінші, белсенді бару. 28 тарма. Стационардан шыққанда немесе жүкті әйел қабылдауға 3 күн келмесе, мейіргер үйге барады. Үшінші, үйге шақыру. Мейіргер үшін дене қызуы 38 градус қысым жоғарылауы. Дәрігер үшін ауыр жай күй. Төртінші, үй жағдайындағы стационар. 32 тарма. Пациент ұйымға келе алмаса, ем-шаралар мен манипуляциялар үйде жүргізіледі. 38 тарма. Мысақтағы аурулардың профилактикасы 7 негізгі бағытты қамтиды. Бірінші, профилактикалық медициналық қарап тексеру. Екінші, қауіп факторларын ерте анықтау. Үшінші, иммунизация. Төртінші, саламатты өмір салтын қалыптастыру. Бесінші, репродуктивті денсаулықты сақтау. Алтыншы, антинаталдық және постнаталдық бақылау. Жетінші, инфекциялық ошақтарда жұмыс. 56 тарма. Динамикалық байқау үшін 3 құжаттың біреуі жеткілікті. Мысақ дәрігерінің немесе бейінді маманның қорытындысы. Немесе стационардан үзінді көшірме. Барлық байқау 149 бұйрыққа сәйкес ауруларды басқару бағдарламасы шеңберінде жүреді. 66 тарма. Мысақ 4 мемлекеттік қызмет көрсетеді. Бірінші, дәрігердің қабылдауына жазылу. Екінші, дәрігерді үйге шақыру. Үшінші, анықтама беру. Есте сақтаңыз, әлеуметтік маңызды аурулардың атауы анықтамада көрсетілмей. Төртінші, мысаққа бекіту. 90 бұйрық жалғыз емес. Ол 37 бұйрықпен амбулаториялық мамандандырылған көмек қағидаларымен тығыз байланысты. Практикадағы жиі қателер, патронажды үйге шақыру ретінде ресімдеу немесе формаларды шатастыру. Жүктілер үшін 077E формасы қолданылады. 71 тарма. Шағым тәртібі. Мысақ басшысы 5 жұмыс күн ішінде, ал жоғары орган 15 жұмыс күн ішінде қарауы тиіс. Бірыңғай нөмір 1414. Қорытындылай келе 90 бұйрық сапалы медициналық көмек алудың кепілі. Сіздер бұл жүйенің жүрегісіздер. Зейін қойғанымыз үшін рахмет.